Өркениеттен алыстамыз. Октябрь ауданына қарасты Пограничная көшесінің тұрғындары қыста қар ерітіп, жазда көлікпен тасып су ішеді. Жақын маңдағы кеніштен өз қаржыларына су тартуға дайын, тек әкімшіліктің рұқсаты болса болғаны. Пограничная көшесінің бір топ тұрғыны жиналып қалалық әкімшілікке келді. Айтуларынша, аталмыш көше басшылардың назарынан қашанда тыс қалады екен. Тұрғындар ауыз судың жоқтығынан қыстың күні қар ерітіп ішуге де мәжбүр болады екен. Ал жазғы уақытта арнайы көлік келіп, ас пісіріп тұрмысқа тұтынатын ауыз суды сатып кетеді екен. Оның өзі күнделікті келіп тұрмайды. Қыстың күні қар жылытып ерітіп ішеміз. Бізде су жоқ. Мәселе водовоз заказ береміз, ол сынып қалды дейді. Болмай қалды дейді, келмейді. Соны айтайық деп келеді. Көлігі барлар қаладан тасып ішеді, алайда карантин кезінде қол аяғымыз байланып, тегін түгілі сатып ішер су таппай дал болдық дейді тұрғындар. Олар көшелерінің басында тұрған Горбачев кенішінен өз қаржыларына су тартуға дайын. Тек бұл мекемеге қарасты Қарағанды энерго көмір кәсіпорнының басшылығы рұқсат бермей отыр. Амал құрған тұрғындар базыналарын айтуға әкімшілікке келіпті. Көшенің басында шахта тұр, Горбачева. Сол жерге су кепті, центральный. Ол су Қарағанды энерго угольдікі. Горбачева шахтан директоры разрешение беріп тұр қосуға. Қарағанды энерго угольдан, Қарағанды судан рұқсат ап, жүргізе беріңіздер. Біз өз ақшамызға суды жүргізгіміз кеп тұр. Біз өкіметтен ақша сұрап тұрған жоқпыз. Бюджетті выделять ничего не надо. Просто бізге жаңа Қарағанды энерго уголь разрешение беру керек. Қалалық әкімшілік мәселені Октябрь ауданының қызметкерлеріне бағыттады. Аудандық әкімшіліктің өкілдері оқиға орнына барып, Қарағанды энерго көмір кәсіпорнының басшыларымен келістік. Олар тұрғындар суға тегін қосылуларына жағдай жасайды. Тұрғындар келісімшартқа отырып, су татуларына болады деп жауап қатты. Ол жерде 22 үй бар. Кәсіпорын бір адаммен келісімшартқа отырады. Тұрғындар өзара келісіп бір адамды шығарады. Сол адаммен құжаттарға қол қойылып, барлық құжаттар рәсімделген соң, оларға су көзі тегін беріледі. Аян Алматұлы, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.